Қалайсыздар? Кешегі схемам бойынша мен осылай матаға пішіп қиып алдым. Енді сіздерге қалай тігу керек екенін көрсетемін. Ортасымен екі жағын, орта жағын тауып аламыз да бір-біріне біріктіріп, екі жағынан тігіп аламыз. Сіздерге көрсетемін. Мұны екі жағынан, бір жағынан және екінші жағынан айналдырып тігіп шығамыз. Тігіп шықтым. Мен қара жіппен тіктім, себебі видеода сіздерге анық көрінсін деп қара жіппен тігіп шықтым. Енді осы пилотканың ортасын мен видеода көрсетіп тұрғандай орта жағынан тігіп шығу керек. Себебі пилотканы оң жағына ауыстырғанда жоғарыға қарай шошайып тұрмау үшін. Енді оң жағына айналдырамыз. Оң жағына айналдырамыз да әдемі етіп үтіктеп шығамыз. Осылай дұрыстап бастырып үтіктеп аламыз да екі жанын тігіп шығамыз. Міне менің тіккенім екі жағынан тіктім. Видеода көріп тұрғандай әдемі шығып жатыр деп ойлаймын. Енді бізде екі жаны бар, 4 бөлікке бөліп қиып алдым. Соны бір-біріне қарама-қарсы қойып, екі жағынан тігеміз. Екіншісінде қарама-қарсы қойып, екі жағынан тігіп аламыз. Тігіп алғанымызда осылай бастырып өтіктеп аламыз. Енді осы екеуін бір-біріне оң жағын, бір жағын оң жағына айналдырамыз да, оң жағын бір-біріне қаратып тігеміз. Видеода анық етіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай мен қалай жасап жатырмын, сөйтіп қайталап тіксеңіз сіздерге оңай болады. Осы төбесін тігіп, айналдырып тігіп шығамыз. Тігіп шықтым. Енді біз оң жағына айналдыру үшін бізде осы тіккеннің үстіңгі жақтарын жайлап қайшымен қиып шығамыз. Себебі оң жағына айналдырғанда қисық болып тұрмау үшін. Оң жағына айналдырып, жақсы етіп үтіктеп аламыз. Міне мен пилоткамды үтіктеп алдым, оң жағына айналдырдым. Енді екеуін бір-біріне біріктіру үшін жаңағы осылай видеода көрсетіп жатқандай бір-біріне қосамыз. Соны айналдырып тігіп шығамыз. Міне менің пилоткам дайын болды.
осылай айналдырып оң жағына айналдырғанда осындай әдемі пилотка шығады. Бұл пилотканы үйде сізге қандай матамен керек, сондай матамен тігіп алуыңызға болады. Лайк басып, комментарий жазып жіберсеңіз